видеоларымыз миллион жинай бастады. Жайлап өзгере бастады. Мен болмасам да не істейсіңдер деген сияқты. Сосын Абай қосылды інім. Бір кезде Абай деп осы Абайдан бірдеңе шығады деп. Немесе үйде жүрген бала ше ол інім. Тәте деп. Сосын сұрадым ше. Абай артық па дегенім. Ойбай деп орамалын лақтырып бір-екі шапалағым жегіз жетті. Сосын машиналадым болғанбыз 2 миллионға негізі көрдік. Сонымен жүгілей қалай дейді бір күн. Боп мейлі деп оған да көндім. Сол баратын күні велосипед қалай дейді ғой. Бір қоясаңыздаршы дедім. Бопты деді. Сонымен ана Абай інім мамадан көңілім қойып кетті. Ажырасатын болдым. Сонымен қалаға кетіп қалдым ше. Үйден кетіп қалдым. Ол түсініктағы біздің үйден қашан кетесіз? Кеткенде подарка береді деп ше. Осы сұхбатқа келген кезде ше. Айтпақшы, мына сізге сыйлығымыз. Мынау коробка қоя подаркаға. Рахмет. Сіздермен бірге болған Жылқышыбай және үйдің ортаншысы. Сенің қызың алдында ашко жинайтын досың. 4 сағат болыпты ғой айналып жүргенімізге. Болып қалшы. Мына күнде суық бітті ғой. Айтпашы. Бәле, жолдас балам келіп жатыр ше. Көрмей-ақ қойса болар еді ше. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әңгіме қылып тұрған ғой. Жесеңмен ше. Саламатсыз ба? Досым сол мешіттен келіп жатқан. Білесің ғой, мен 5 уақыт намазымды оқып өзіме қарап күтініп, салауатымды айтып келіп жатқанмын ғой мешіттен. Оны сұраған жоқпыз ғой. Әңгіме қылып тұрғанбыз ғой. Базар жоқса біздікі алқаш қой. Қызымды Дубайға жіберіп, жан жай тауып отыр досым ше. Мамасымен бірге жіберген ғой ше. Жақында жіберді, бұрын мен сияқты еді. Базар жоқ Дубай, біз магазинге әрең кіреміз ғой. Еще мен төлеймін. Ұзақ тұрып қойдым ба, тренировканы істеп берейінші досым, білесің ғой мен. Постоянно бүгін істемей қойған тұқым ғой. Сұраған жоқпыз ғой негізі. Базар жоқ, біз кешкі 7-те тұрады ғой. Қызың сені вообще жақтырмайтын сияқты, мен танысып көрейін де. Жақтыратын еді ғой бағана. Танысып көрейін де мен. Сәл түрі бұзылып тұр ғой сол. Танысқанда қойсын не сұрап отырмын, давай кел. Когда үйде сенсіз ештеңе істелмейді. Ана носкиді алыңдаршы, немен бұғып жатсыңдар? Қазір енді шай ішіп болсын алады. Ринат! Ой, қазір отырдық қой. Папа, мама не қылды? Қазір отырдың ба шай ішуге? Ринат, ана носкиді алшы. Мынаны ма? Иә. Папа, мынау істемей ма мынау? Мынау маған не сөз қайтаратын болған ба? Ойнап жатырмын. Алдың ба? Күн сөз қайтаратын болғасын ба маған? Біреу кеп тұр ма? Ес қағып тұр ғой біреу. Сондай сияқты ғой. Ана оят жаңа баланы. Ринат, Ага. тұршы ес кеп тұрған сияқты. Ашасыз ғой? Ояту керек па соған бері? Мына балаң не? Қалай сөйлейді ой? Өсіп кеткен. Ашам без. Не болды сонша, біле? Көкірегіне жүдесіп қалғанда. Мен кеттім оны балдармен көшеге шығып айналып қайтам. Ринат, Ау. кел. Не қылды? Қарайчике қойып бер. Карачике? Наны қойып беріп па? Қой. Иә? Жұлқынбай. Жылқын атқан жоқ па? Мінезін көрсететін ау, телефоннан ғой мынан бәрі. Телефон шұқылап нервный болып кеткен да уже. Бұрын қандай едік? Телефоннан әрбірін көресіздер интернеттен. Құртылғанда Құртылған қазір балдарында. Сөз қайтарады, жұлқынып тұрмын маған. Жат бар еді. Шықпайсың, жат бұл. Қолы істейма негізі. Чабыс қапты отыр. Осындай нәрсені түсірдік, лайк қалызғандар ғой. Адам қызық қылмаса да. Өтті маған. Өтті ма? Болды, бір адам қойдық та. Жан осы маған не қанша қызбен сөйлескесін? Есіңе түсіп кетті ма? Иә. Жоған 21-де Майра дейтін қызбен танысам ғой. Машинамен келіп атамыз, короче. КамАЗ қағып кетеді, ана қыз кетіп қалады, қайтыс болады. Сонымен 22-де Мадина дейтін қыз болады. Ат шабуға барамыз ғой, қыдырып жүреміз. Анау аттың үстіне құлап, мыжылып, сәл қолда кетіп қалды. 23-де Аделя дейтін қыз бар. Садақ атуға барамыз да. Оқ мейіріне қадалады, көреді. Байқамай алдым негізі. Сонымен 24-те отырып, осы 25-те сенімен танысып тұрмын ғой. Үйленіп кетеміз, бұйырса. Ертең парашютке барамыз, жазып қойдың сен. Бірге барып секіретін болдық қой. Жоқ, бірге барамыз, жүрсе енді қыдырып. Точно ма? Иә. Бәле, анау қимылдамай жатыр ғой. Өліп қалды ау деймін. Ана қыз, сәлем. Сәлем. Танысуға бола ма? Иә, әрине. Тама жақ қайтайық та, Өле жүрсей. бірге барып жүрсейік. Мынау да не болып жатыр өзі? Майбал өріп жігіт, телефон. Бәле, бұл да жүрегі ауырады ғой,
неге болып жатыр өзі? Жоқшылық бұл қыз баланы бұзады, тоқшылық ұл баланы бұзады. Мама, біз ойнап келдік, және жерде көп балдар бар екен. Жақсы ойнадыңдар ма? Қарындасыммен бірге ойнап келдік. Шөлдеп кеттімше су беріңізші. Келдің ба? Иә. Ой, мен де шөлдеп кеттім. Жаным. Ал, маған ба? Неге? Иә. Ол да тоқшылық құртады, саған көп ішуге болмайды. Анан ішем құртылып кетем ғой, Иә. Саған тоқ болуға болмайды. Жетеді сол. Мама, мен бір жаққа барады, нем ақша беріңізші. Мен де баратырмын. Таксимен барайын жатсың ба? Иә. Сен жарымсың ба, қыз баласы? тыңдамайсыздар ма? Таксимен жүре ма саған? Мә, машинаны кіріп кел. Машинаны беріп Саған бермей вообще. Мен де бір жаққа Ақша барады. сап жіберемін қазір. Мама, Не? сен қарайсыз ба? Мен де бір жаққа барады едім да. Бара берсей. Бара бер. Автобусқа бересіз ба, жүрсің бе? Баланы ерді тоқшылық құртады, болмайды. Жаяу бар. Құрсайға баратырмын ғой мен. Бара бер. Жаяу бар сен. Құртылмаймын да, жаяу барсам. Құртылмайсың, Автобуспен барсам құртылып кетем. Иә. Мама, мен 7 жылдан бері бір қызбен жүремін да, соны үйлену керек болып жатыр. Ана тұрмысқа берейін жатыр, үйлену керекші. Болмайды саған. Әбі неге? Сен тоқшылық құртады. Ол не қатысы бар ма? 30-ға келдім ғой мен. Ертең әйеліңе тойып қалсаңшы. Ой, не қатысы бар ма? Бітпейтін тоқшылық ол. Жоқшылық болып кетті ғой. Бұған бір мезгіл тамақ берген, сол өзі тойып бұл әңгіме айтып отыр ғой маған. Бекер бір мезгіл тамақ беріппін. Жарты ставкамен мен бере бермеппін. Бермей-ақ қою керек еді да. Бермей-ақ қою керек бұған. Өше құртылған бәлесіңдер да айуандар. Өше жекіңдер маған. Ешо. Не жұлқын тұрсың? Тағырға бөлсем таяқ жеймін ба ешо? Ажырасам мен. Тәте магазинге барып келейікші. Магазинге? Сағат 4 болыпты ғой. Сендерге кешкі 4-тен кейін шығуға болмайды. Сендер қыстыңдар. Тәте бір бокал кола ішейікші. Сендерге кола көп ішуге болмайды. Сендер қыстыңдар. Ей, қайттан бастадым аналар. Ей, не қылды? Анау пышақты болды. Не болыпты пышақ тықса? Тиіспей қойым. Сен қыстың. Тәте, Ау? ашекеміз туалетке өткізік бола ма? Жоқ, сендерге түнде туалетке баруға болмайды. Сендер қыстыңдар. Бар, жат. Бұмен не айтқымыз келді, достар? Қазақта қызды қырық үйден тыю дейтін сөз бар. Негізі қызды қатты бос жіберуге де, қатты қинап соғуға да болмайды. Бұмен сіздерге түсіндіргіміз келгені сөздің төркіні ас атасынан. Қол келіп кетті ғой. Ол іштен емес, кеше бір қазан қайнаған суға түсіп кеткем. Алматыдан Чимкентке кеше 6 сағатта келдім ғой. Ол іштен емес, мен Алматыдан 3 сағатта осы жерде болмас Шымкентте. Мынау ше қолымды тосып кетті де экран сынып кетіп жарамай қалды ғой. Ол іштен емес, алдың күні ше самолеттан құлады ғой. Пақ жерге түсіп, сәл сырылып кетті ше. Мынаған ше інім неше түрлі ойындар татып қататын болып қалып зарядта өліп қала берем болып қалып ше. Ол іштен емес, 8 әулет шықылайды ғой. Ойбай не 20 телефон балашаға ауыз қыстайды. Алдың күні берген оны телефонды. Бүгін алдым ғой, 2 күннен кейін. 70% апты ғой. 80 қып берген ғой. Көп ойнап қойғам. Realme Note 70 дейтін телефон ғой. Вообще сынбайды. 6300 матчы батарейкасы. Папаға да беріп қойғам. Папа 4 күнде бір зарядтайды ғой. 1 сағат қойып алады, арай таксасын ұра береді ғой. Кеше ше Аха. папашка бармыз, мамашка бір әйелмен салып қалды ғой. Ол іштен емес, біздің ана папаның 4 әйелі бар ғой. Ол мама біледі еще. Мен таксовать етемін ғой мен. Ол іштен емес. Іштен. Когда жалғыз клиентсің. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба, тақсыр? Алейкум ассалам, саламатсыз ба? Клиент жоқ па еді? Біз енді ашылғанбыз ғой. Сіз бірінші клиентсіз, қайерге отырасыз, әміршім? Алғашқы клиент қоя. Кассаға отырамын ше. Мына жақта басқа орындар бар еді ше. Жап шаузын. Көтеріп тұршы. Мақұй төшкім келіп тұр ше. Деме, ішім пісіп кетті ше, өлең айтшы. Апрельская сирень. Қазақша айтшы, қазақша. Беу, 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 беу. Сен не алып тұрсың? Билеш қасына кел. Беу, беу, беу. Артық емес жұмақтан келген деу. Арадан 30 минут өтті. Әлди, ақ тәттім. Әлди. Когда үйдің үлкенісің? Туалет қайсысыңа бүлдіріп кеткен? Аттарын тазалап кетпейсіңдер ма? Мамам Жаным сен ба? Ренат, Ау? құрбар ана туалет тазала. Аналар бүлдіреді, мен тазалаймын ба? Айтпайсың ба аналарға? Сен сөз қайтарайын деп тұрсың. Ой, болыпты ғой. Сіздің телефоныңызбен анда заказ бердім, соны дастап келді. Ренат, Ау? ана дастап кел, алып кеш бар. Қасыңдағы балаларға айтпайсың ба? Отыр ғой, айта уақыта ол. Сен неғып отырсың? Бұт деп. Сен неғып отырсың? Сен
мама детский травма берейін деп отыр. Қандай детский, взрослый травма десе? тиіспе оларға кішкентай ғой әлі. Мен ма тек? Сорлы, осы балам осындай болды ғой. Как раз төртеу беріпсіздер ба? Төртеуімізге. Сары балама бер. Сары балаң ма? Біреуі маған, Біреуі сізге, иә? екеуі татанайға бер. Азыр жүдеп кетті өзі. Екеуі. Анау, маған ше? Сен ағызын ішіпсің, бір тастап кет, апешсің. Неде бітпейтін тастақ болды? Маған чехол алыпсыз ғой ма, иә? Татанайға. Телефон сатып қалып, мақұл. Жүдіп. Ол чехол бар еді ғой? Тастап кет, апеш тағы. Бітпей ма сонда тастап па? Бай, как раз толсток маған алдыңыз ма? Айтпай аласыз, а? Татанайма бұл. Татанай. Ой, сыймайды ғой, МК ғой. Я сыймайды өзі. Жүдеп кеткен. Сегізге салу керек қой маған. Мен жоқта. Азам? Сегіз дастақтың қаяқтан беріп отырсыздар? Не аласың? Толстоктың қанша қалдыз? 12 000 теңге. 12 000. Ой, маманы жаңа пост дейтін приложение бар ғой. Соны тартып алсаң, сразу Қытайдан заказ бересіз да. Ары кетсе 1-2 аптада келеді. Жаңа пост приложениесін кіріп, тура заводтың бағасымен. Ол қаяқта келіп жатыр. Сапасына 100% гарантия береді ол приложение. Еще оны тартып алғандардың арасынан 17 Pro Max ойнатып отыр ше. Қытайдан заказ бересіз, ол жақта заттардың барлығы 2 есе арзан ше. Ол айтпайсың ба сол ертерек құршың болып жүрміз ғой. Ой, сұрамайсыз ба? Тек жұмсалып кетіп жатыр. Қана балдарыңыз. Сұрасаң, тастап келіп бар. доставка. Когда жасың кетіп қойған, срочно үйлену керек. Үйдегілер үйлен деп қоймай жатыр, туысқандар сіздің нөміріңізді берді ше. Ринатша үйлену керек болып жатыр атын. Ажырасқам ше. Ой, болады ма? 40-тағы адамға қандай қыз жолығады дейсің? Келістім. Сосын 4 балам бар. 4 балам бар. әкешім. Біз әлі нақты шешкен жоқпыз ше, брат. Шешіп алайық. Бұл Сыйғанбыз ше. Сыйғанбыз. Иә. Өзі көрініп тұр ғой. Нормально, келістік. Мен де кетіп тұрған жоқпын. Сосын біз бірге тұрмаймыз үйленіп. Келістік. Вот бірге тұрмай-ақ қойып. Маған мен қайтып тұрасыншы. Сосын шарттарым бар ше. Еще шарттарың бар ма? Ұяда. Қыз болсаң өлтіріп қоятын шығарсың маған. В общем, мен ұзатып аласың ба? Ұзатып, төртеу артынан еріп жүре ма сонда? Ұяда, төртеу бірге шығады ғой. Сосын келістік болды. Бұдан кейін тумаймын мен. Тумаймын. Болды ау. Нормально, келістік болды сосын. Сосын алтысына бізді киноға апарасың ғой, білесің ба? Қандай кино болды? Жездуха. Екеуміз көретін шығармыз. Аналар да барады. Бұларға айтып бере салайық та, киноны көріп келгеннен кейін. Барады. Онда ажырасам мен еш. Балдар онда семен қалады. Үйленген жоқпыз ғой десе.